Балақай, мұқият тыңда, қайтала. Гүлжан мен Нұржанның сипаттамалары бойынша тапсырманы орында. Бұл жануар адамның досы, ол өте сүйкімді. Дұрыс. Ит. Бұл аң бауды өте жақсы көреді. Әрине, сен тапқырсың. Аю. Бұл аңдардың патшасы, ол Африкада өмір сүреді. Дәл таптың, керемет. Арыстан. Бұл әдемі жануар. Оған мініп серуендеуге болады. Дұрыс. Жылқы. Бұл жануар бізге көп сүт береді. Оның сүтінен түрлі тағамдар жасайды. Әрине, сен тапқырсың. Сиыр. Бұл жануардың үстінде 2 тауы бар. Ол көп күн сусыз өмір сүре алады. Дәл таптың, керемет. Түйе. Ал мынау аң өте қу болып келеді. Тауық жегенді жақсы көреді. Дұрыс. Түлкі. Бұл жануар өте жуас. Оның жүнінен шұлық тоқуға болады. Әрине, сен тапқырсың. Қой. Бұл аң өте қорқақ. Ол сәбізді жақсы көреді. Дәл таптың, керемет. Қоян. Бұл жануардың мүйізі, сақалы бар. Оның сүті денсаулыққа өте пайдалы. Дұрыс. Ешкі. Сен кереметсің. Бұдан былай достарыңмен қазақша сөйлеседі деп сенеміз.